Қайырлы күн, құрметті оқушылар, ата-аналар және педагогтар. Абай облысы білім басқармасы, Семей қаласы білім бөлімінің Төлеубай Аманов атындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Сатаева Айгүл Уасиловнамын. Менің сіздерменен бүгінгі күнде даярлаған хабарламам ол оқушылардың және педагогтардың қауіпсіздігіне байланысты. Біздің мектебімізде 1030 оқушы 1-11 сынып аралығында. Сонымен қатар мектеп алды даярлық топта 96 тәрбиеленушілер білім мен тәрбие алуда. 87 педагог және 27 техникалық персонал қызмет атқарып жатыр. Бүгінгі күнде осы оқушылардың, педагогтардың, барлық қызметкерлердің қауіпсіздігі басты назарда ұсталынып тұрады. Осы мақсатпенен мектепте барлық жағдай жасалған, барлық қолайлы білім алуға, тәрбиеленуге, қызмет атқаруға байланысты жағдайды жасауға мемлекет тарапынан барлық іс-шаралар істелген. Атап айтсақ, 31 бейне бақылау камерасы орнатылған. Оның 16-сы мектептің ішінде болса, 15-і мектептің сыртына орналастырылған. 2 сергек жүйесіндегі бейне бақылау далада қызмет атқарып тұр. Турникет, бейне бақылау, дабыл түймесі, арнайы күзет қызметі, осы барлық жағдайда да біз қаңтар айынан бастап келісім шартқа отырып, лицензиясы бар мекемелерменен қызмет атқарып жатырмыз. Мектебімізде арнайы күзет қызмет атқарады. Күзетші таңертеңгі сағат 7-ден кешкі 7-ге дейін оқушылардың қауіпсіз ортада өмір сүруіне, олардың білім мен тәрбие алуына үнемі қадағалап тұрады. Турникет арқылы балалар өткен кезде балалардың бет бейнесіне қарап, яғни орнатылған мониторға оқушы қараған кезде ол біздің мектеп оқушысы екені немесе жұмыс істеп жатқан қызметкер екені анықталып, ол мониторда көрініп отырады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының терроризмге қарсы іс-қимыл туралы заңына сәйкес Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 30 наурыздағы нөмір 117 бұйрықтағы нұсқаулыққа сәйкес терроризмге қарсы күресті күшейту туралы көптеген жұмыстар мектепте атқарылуда. Атап айтсақ, оқу жылында 3 айда бір рет біз оқушылармен және қызметкерлермен оқу жаттығуларын өткізіп отырамыз. Оқу жаттығулары ол әртүрлі қауіпсіздікке байланысты, терроризмге байланысты, лаңкестікке байланысты, техногендік қауіпті жағдайларға байланысты, өрт қауіпсіздігіне байланысты, су қауіпсіздігіне байланысты, осының бәрінде де ол өзінің жаңағы арнайы спецификасына байланысты оқушыларға түсіндіріліп, нұсқаулықтың бәрі мектеп директорының бұйрығыменен құрылған азаматтық штабтың жетекшілері және осы штабтың мүшелері арқылы үнемі нұсқаулық беріліп, оқушылардың қауіпсіздігін сақтау үшін қалай үйрену керек, қалай жүру керек, осының бәрі көрсетіледі. Сонымен қатар мектебіміздегі сынып жетекшілері оқушыларға барлық тәрбие сағаттарында, сынып сағаттарында буллинг, кибербуллинг, тұрмыстағы зорлық-зомбылық, ақпараттық қауіпсіздік туралы үнемі іс-шаралар өткізіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырады. Бұлардың бәрі елдің болашағы үшін, бейбітшілік үшін, ынтымақ үшін керек іс-шаралар. Бұл іс-шараларда біз балалардың рухани құндылықтарын, адами құндылықтарын дамыту үшін көптеген жұмыстарды атқарып жатырмыз. Елдің болашағы, бейбітшілік бұл басты құндылықтар деп есептейміз. Біздің педагогтардың басты мақсаты мектебіміздегі оқушылардың рухы мықты, дені сау, ұлтжанды, адамгершілік тәрбиесі жоғары болып, кез келген жағдайда бір-біріне көмекке даяр болатын оқушыларды, жастарды тәрбиелеу. Сондықтан да балалардың қауіпсіздігі басты назарда тұру керек.